Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін біз сіздермен бірге 4-ші тоқсан бойынша жиынтық бағалауға арналған тапсырмалар, яғни оның ішінде пайыз бөлімі бойынша берілген жиынтық бағалауға берілген тапсырмаларды талқылайтын боламыз. Олай болса, бастайық. Бірінші тапсырма: кестені толтырыңыз дейді. Кестеде көріп отырғандарыңыздай 3 қатарға бөлінген. Бірінші қатарда жай бөлшек, екінші қатарда ондық бөлшек және де оның пайыз түрінде толтыруымыз керек. Яғни бірінші қатарда 2-ден 1 жай бөлшегін ондық бөлшекке айналдыруды біз өте жақсы білеміз. Яғни біздегі мына бөлшек бөлу деген сөзді білдіреді, білесіз. 2-ден 1-ді, яғни 1-ді 2-ге бөлсек, біз 0,5 деп ондық бөлшекке айналдырамыз. Енді оны қалай пайыз түрінде көрсетеміз? Әрине, ол 100% деп есептейміз. Әр пайызға айналдыру үшін және де оны 100-ге көбейтеміз. Міне алдарыңызға мен кестені дайындап қойдым. 2-ден 1-ді 0,5 бұл біздің ондық бөлшекте түрінде берілген. Енді сол 0,5-ті 100%-ға көбейтетін болсақ, яғни 50% болады. Өйткені көбейткен кезде үтір бізге 2 орын артқа жылжиды, өйткені 100-де 2 0 бар. Сондықтан мына жерде мен 50% деп толтырамын. Екінші қатарда ондық бөлшегі берілген, бірақ оның жай бөлшегін қатарын толтыру керек, және де оның пайыздық түрінде келтіруін көрсету керек. 0,103 дегеніміз тағы да атап өткендей 100-ге көбейтемін. 100-де бізде 2 0 бар болғандықтан үтірді біз солдан оңға қарай жылжытамыз. 2 орын артқа жылжытқан кезде 3% болады. Демек, біз мына қатарды 3%, 50% деп қатардарын толтырып қоямыз. Ал енді қалай жай бөлшекке айналдырамын? Жай бөлшекке айналдыру үшін бұл бізде әрине оңай. 3-ті алымына жазамында, бөлімінде 100. Өйткені 100-дің ішінде біз 3 бөлігін алып жатырмыз деп есептейміз. 3-ті 100-ге бөлсек 0,103 болады. Үшінші қатарда 44% берілген, оның ондық бөлшегін және жай бөлшек түріндегісін толтыру керек. 44% дегеніміз, енді біз қандай да бір санның пайызын табу үшін 100-ге көбейтсек, ал керісінше 44-ті, ол қандай санның 44% екен табу үшін істейміз, 100-ге бөлеміз. 44-ті бөлеміз 100-ге, демек ол бізде 0,100-ден 44 болады. Ондық бөлшегін осылай толтырамыз. Бөлуді әрине біз жақсы білеміз. Бөлген кезде керісінше 44-тен біз оңнан солға қарай 2 орын алға жылжимыз, сонда 0,100-ден 44 болады. Ал оны біз қалай жай бөлшек түрін келтіреміз? Яғни 44 алымына жазам, ол қанша, қай санның ішінде? 100-дің ішінде. Яғни 100-ден 44. Бұл жай бөлшекке айналдыру өте оңай. Төртінші кестеде, төртінші қатарда 20-дан 13, оның ондық бөлшегін табу керек, және де процентін табу керек. Ондық бөлшекке айналдыру үшін біз мынау 20-дан 13 болып тұрған, біз оны не ондық класына, не 100-дік класына жататынын білмейміз. Сол үшін біз разрядқа бөліп алайық. Оны не істеймін? Мен әрине ондыққа келмейді, өйткені ондықтан менде көп. Сондықтан 100-дікке келтіремін. Қандай санға көбейтсем, яғни 100 классына жатады. Әрине 5-ге көбейтсем, 100 болады. Бөлімі 5-ге көбейтсек, демек алымын да сол санға көбейтемін. 13-ті 5-ге көбейтсек 65, 20-ны 5-ге көбейтсек 100 болады. Сонда 100-ден 65. Бұл бізде жай бөлшек түрі. Ал ондық бөлшекке қалай айналдырамыз? Әрине 65-ті 100-ге бөлеміз, 0,100-ден 65. Ал оны процентке айналдыру үшін 100-ге көбейтеміз, сонда бізде 65% шығады. Міне осындай реттілікпен біз бірінші тапсырманы, яғни кестені толтырып шықтық. Ары қарай кеттік. Екінші тапсырмада филателисттің коллекциясында 18800 марка бар дейді. Оның 25%-і спортқа арналған. Сонда қанша марка спортқа арналған дейді. Екінші есепте қандай да бір санның кез келген бір процентін табу үшін әрине сол процентке біз көбейтеміз. 18800-ді көбейтемін 25%-ға. Және де бөлеміз, не істейміз? 100%. Өйткені 100-дің ішінде біз есеп әрдайым пайызды 100% деп елестетеміз. 100-дің ішінде біз қаншасын тауып жатырмыз? Әрине 25%-ын. Бөлеміз 100%-ға тең болады. Егерде 18800-ді 25-ге көбейтсек, бізде 470 000 болады. Оны 100-ге бөлсек,
процентпен процент қысқарып кетеді, оның санын тауып жатырмыз. 100-де 2 0 бар, 0-дерді қысқартып жіберуге болады, яғни бөліп жіберуге. Сонда 4700 болады. Сонда 418.800-дің 25%, яғни 4700 болады. Үшінші есепте асханада 299 қыз бала тамақтанады. Бұл барлық оқушылардың 65%-ын құрайды. Мектепте неше қыз бала оқиды дейді. Бізде жаңа екінші есепке қарағанда бұның айырмашылығы, егерде бір қандай да бір санның кезге бір процентін табу үшін біз оны көбейтіп, сол процентке көбейтіп барып 100-ге бөлеміз. Ал үшінші есепте керісінше. Демек, нәтиже бізде бар, 299 қыз бар екенін білеміз, бірақ ол барлық оқушылардың, яғни 65%-ын құрайды дейді. Демек, ол қандай сан екенін біз білмейміз, сондықтан қалай шығарамыз. Ол үшін егерде көбейтумен шығарсақ, келесі амалымыз бізде бөлумен тексереміз. Тексергенде бөлу амалын бірінші реттілікпен қолданамыз. 299-ды бөлемін 65%-ға. Ол дегеніміз неше пайыздың ішінде? Әрине 100%-ның ішінде. Тең 299-ды бөлеміз 100-ден 65-ке, яғни 100%-ның ішіндегі 65-ін. Ал бөлуді еске түсірейік, сіздер бөлуді жақсы өттіңіздер. Жай бөлшектерді жай бөлшекке бөлу кезінде бірінші жай бөлшек өз жазылады, бөлу амалы көбейту амалына ауысады, және де екінші жай бөлшектің орны ауысады, яғни кері бөлшегін жазамыз. 65-тен 100 болады. Процентпен процент қысқарып кетеді. Бұл жерде 299 100-ге көбейтіп 65-ке бөлсеңіздер болады, немесе калькуляторсыз есептейтін болсақ, қысқартып көрейік. 100-ді екеуі де 5-ке қысқарады, 20 болады, 65-ті 5-ке қысқартсақ 13 болады. 299-ды 20-ға көбейтсек 5980, оны 13-ке бөлсек 460 болады. Демек, барлық мектептегі оқушының саны 460 болса, оның ішіндегі 299-ы қыз бала екенін анықтадық. Ары қарай жалғастырайық. Төртінші есеп. Мектепте 880 оқушы оқиды. Оқушылардың 75%-ы туристік саяхатқа барды. Туристердің 55%-ы қыздар екені белгілі болса, онда қанша қыз туристік саяхатта болған дейді. Демек, төртінші есепті шығаратын болсақ, төртінші есепте біз не істейміз? Ең бірінші бұл төртінші есебіміз бізде екі амалмен шығарылады. Бірінші, өзі 880, мектепте 880 оқушы болса, оның 75%-ы туристке барғанын анықтайық. Яғни 75%-ын қалай табамын? Көбейтеміз, 75-ті көбейтеміз, бөлеміз 100-ге. Өйткені 100-дің ішіндегі 75%-ын тауып жатырмыз. Бұл жерде тағы да қысқартайық, процентпен процент қысқарып кетеді, 75 пен 100 ол екеуі де бірдей, яғни 25-ке бөлінеді. 880-ді көбейтемін, 75-ті 25-ке бөлсем 3, 100-ді 25-ке бөлсем 4. Тағы да қысқартайық, 880-ді 4-ке қысқартсақ, 4-ті 4-ке бөлсем 1, 880-ді 4-ке бөлсем 220. Ал оны 3-ке көбейтетін болсақ, 660. Яғни 22-ні 3-ке көбейтіп 0 тіркей саламыз. 880 оқушының 75%-ы 660, демек 660 оқушы саяхатқа барған. Ал екінші амалымыз, бұл бізде А деп қойын, бірінші амалымыз біз саяхатқа барған баланы таптық. Енді осы 660 баланың ішіндегі 55% қыздар болса ше дейді. Оны қалай табамыз? Оны дәл солай 660-ты көбейтемін, 55%-ын табу үшін 55-ке көбейтіп не істеймін? 100-ге бөлемін. 100-дің ішінде деп есептейміз. Тағы да процентпен процент қысқарады, 55 пен 100 бірдей. Екеуі 5-ке қысқарады, 55-ті 5-ке бөлсек 11, ал 100-ді 5-ке бөлсек 20. Сонда 660-ты көбейтемін, 11 бөлімінде 20. Тағы да қысқартайық, 0 мен 0-ді қысқартайық, 660 пен 2-ні қысқартсақ 33 болады. 33-ті 11-ге көбейтсек 363. Демек, 660 оқушының 55%-ы 363 қыздар екенін анықтадық. Міне балалар, дәл осындай реттілікпен біз пайыз бөлімі бойынша берілген жиынтық бағалауға арналған тапсырмаларды
талқыладық. Назарларыңызға рахмет.